решать людям проблемы. Они раздают подарки и дают деньги. А сейчас мой папа живет далеко от меня. И мне сказали, что он уехал зарабатывать деньги. Папа, когда ты приедешь? Папа, если тебе нужны деньги, я могу продать свой телефон, который ты мне подарил. Только приезжай, пожалуйста. Мектеп партасынан жемқорлыққа қарсы ой қалыптастыру осы бағытта нөмір 2 орта мектеп қабырғасында нөлдік төзімділік бойынша ашық сабақ өткізілді. Сабақ барысында оқушылар жемқорлықтың не екенін және онымен күресу жолдарымен танысты. Жемқорлықты алдын алу бағыты бойынша іс-шаралар жоспарлануда. Әрбір мектепте 8 бен 11 сынып аралығында бүгінгідей аталған іс-шаралар жоспарлануда. Шақта осы біздің оқушылар, болашақта болатын азаматтар жемқорлыққа қарсы күресіп, және де ата-аналарына да бір себепші болуға болады деп ойлаймыз. Бұндай сабақтар облысымыздың 534 мектебі мен 27 колледжінде өткізіледі деп жоспарлануда. Юлия Инютинаның сөзінше, осы сынды сабақтарды әсіресе жастар арасында өткізген тиімді. Себебі уақыт өте олардың жемқорлыққа деген өзіндік пікір қалыптасады. Жемқорлық ұғымымен оқушылар кішкентайынан таныс болулары тиіс. Пара беретін адаммен қатар оны алатын да адам бар. Сондықтан балалардың бұл екі жақтың дұрыс емес екенін түсіндіру қажет. Сонымен қатар ашық сабақ барысында оқушылар Қазақстан Республикасының заңнамасымен толығырақ таныса алды.